Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қалдарыңыз қалай? Сонымен кезекті кітап бүгін пес по имени Мани деген. Бұл кітап кімге қажет? Әрине, кішкентай балаларға қажет. Конечно, кішкентай балаларға емес, сонымен қатар солардың ата-аналарына да қажет. Егер де сіз ата-ана болсаңыз, немесе балаңыз болса, немесе просто финансовый грамотность жайлы білгіңіз келсе, аяғынан тыңдаңыз. Сонымен бұл кітаптың авторы Бодо Шефер. Бодо Шефер деген немістің тумасы, қазіргі таңда Европаның финансовый тренері деп аталады. Писатель, жазушы, оратор. Менің ең жақсы көретін авторларының бірі. Кстати, бұл кітапты менің әйелім де оқыған болатын, оған да қатты ұнады. Сонымен қысқаша кітап жайлы айтып берейін сіздерге. Кітапта девочка, кішкентай қыз Кира деген қыз жайлы бір ауылдан бір жерге көшіп келеді қалаға, содан кейін солардың өмірі жайлы. Кішкентай Кира деген қыз өзіне жаңадан дос тауып алады. Дос обычный емес, ол, конечно, кітаптың атында тұрғандай кішкентай ит. Ит лабрадор. Лабрадордың аты Мани. Бірақ оның бір ерекшелігі болады, ол сөйлей алады, сонымен қатарға. Жай ғана сөйлей алмайды, финансовый терминдарды ұғатын ит болып шығады. Сөйтіп, ит Кираға семьяда проблемалар болып жатқаннан кейін әртүрлі финансовый кеңестер береді. Сөйтіп, ол қыз өзіне дарыған жаңадан байлардың привычкаларын ала бастайды. Сонымен қатар байлардың привычкаларын ғана емес, сонымен бірге окружениясын өзгерте бастайды. Кішкентай қыз бола тұра. Көптеген кітаптарда айтылатын визуализацияны, өзінің армандарын визуализация жасап елестетуді де үйренеді. Кішкентай қыз үшін, конечно, ерекше нонсенс нәрсе дегенмен де. Сонымен қатар бұл қыз әртүрлі проблемалардан сынып қалмауды үйренеді. То есть өмірде проблемалар болатынын біледі және ол проблемаларды жеңуге болатынын түсіне бастайды. Сонымен қатар бұл қыз кішкентай кезден ақша табуға болатынын түсінеді. Ақша табу возрастқа қарамайтын және возможностьтарды көруді үйренеді. Бұл кітап осы жайлы. Енді бұл кітап кішкентай баланы неге үйретеді? Бұл кітап капитал жинауға үйренеді, капиталмен жұмыс жасауды үйретеді және капиталды сақтауды үйретеді. Егер де сіздің үйіңізде кішкентай бала болатын болса, точно кеңес беремін. Себебі бұны ертегі сияқты айтып беруге болады. Одан кейін сізде желание бар кітап оқуға, бірақ көп ақпарат қабылдай алмайын десеңіз, бұл кітап өте кішкентай, тонкий ғана, оңай оқылады. 1-2 сағатта бітіріп тастауға болады. И оңай ертегі сияқты жазылған, ертегі форматындағы подача, сол үшін бұл кітапты оқуға оңай екендігін түсіндіріп жатырмын. Оқуға кеңес беремін бе, кеңес бермеймін бе? Оқуға мен кеңес беремін. Себебі бұл кітапта күрделі дүниелерді қарапайым тілмен жазған. Егер де сізде бизнеста бір проблемалар болатын болса, осыдан бастаңыз. Немесе менің парақшама тіркелсеңіз, сол жерде финансовый грамотность жайлы именно бизнесқа арналған тақырыптар бар. Лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз, өзіңіздің өміріңізде кредит болатын болса, плюс басып кетіңіз. Көрген адамдардың бәрі басу керек деп ойлаймын.